Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен аралым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін үй жағдайында донор дайындайтын боламыз. Алдымен қажет затымыздың барлығын дайындап аламыз. Тауық етін қайнатып алдым және майдалап турап алдым. Картопымызды жіңішке етіп, дәл видеоға етіп турап, қызарғанша жақсылап қуырып алдым. Және де қияр мен қызанағымды видеодағыдай етіп турап алдым. Ең алдымен осындай дүкеннен алынған дайын лавашымызға ең алдымен тауық етімізді жайып, оның үстінен қызанағымызды төсеп, оның үстінен қиярымызды төсеп, оның үстінен фрейімізді осылайынан төсеп шығамыз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша майонез, кетчупты көптеп немесе аздап сеулеріңізге болады. Ең алдымен кетчупты, оның үстінен майонезді сеуіп шықтым. Енді дәл видеода етіп, екі бетінен осылай орап шығасыздар. Өте керемет жеңіл тағамдардың бірі, балдардың сүйіп жейтін асы. Енді қызып тұрған табамызға май ештеме құймай, осылай донерді салып аламыз. Екі бетінде бірдей етіп қызартып аламыз. 5 минут көлемінде тұрса жеткілікті. Өте тез дайындалатын, үйдегі бар заттардан жасалатын жеңіл тағамның түрі. Жасап көріңіздер. Мінекей осылай екі бетінде жақсылап қызартып аламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей менің донерім осындай болды. Өте әдемі болды. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.